Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, қалайсыздар? Зерембірге Азамат, және бүгін біз әуесқой бокс туралы сөз қозғаймыз. Жылдан жылға бокстағы Қазақстан мен Өзбекстан айқасы дамып, өзінің шарықтаған шыңына шығып келеді. 2025 жылы бұл екі ел арасындағы ұрыс жаңа әлемдік деңгейге жетті. Ливерпульде өткен World Boxing'тің алғашқы әлем чемпионатында өзбек пен қазақ боксшылары барлық алтын жүлделерді жеңіп алды. 10 салмақтың орындады. Осы жылы да қазақ пен өзбек айқасы жаңа деңгейге шығуы мүмкін. Себебі Жапон елінде өтетін жазғы Азия ойындарында екі ел қайтадан өзара жекпе-жектер өткізіп, бүкіл жүлделерді бөліп алатынына сенімдімін. Бірақ Қазақстан бокс құрамасындағы біраз боксшыларымыз үшін өзбекстандық жігіттер алынбайтын қамал болып көрінеді. Бүгінгі видеомызда біз қазақ жігіттерін бір емес, бірнеше рет жеңген өзбек боксшылары жайлы сөз қозғайтын боламыз. Бірден айтарым, бұл тізімде әлі күнге дейін әуесқой бокста өнер көрсетіп келе жатқан боксшылар ғана. Сол үшін Бахадир Жалолов пен Лазизбек Муложонов секілді боксшылар мүлде жоқ. Ал видео басталмас бұрын сіздерден сұрайтыным, міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазіргі мақсатымыз 25 мың тіркелушіге жету. Сондықтан сіздерден көмек сұрауға мәжбүр болып отырмын. Одан бөлек Алланың қалауымен осы айда баратын жарыстарымыз көп. Сол жерден сіздерге арнайы влог түсіріп, ішкі кухняның қандай екенін көрсетуге тырысамын. Сондықтан міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдын ала рахмет, Алла разы болсын. Және сіздердің ойыңызша өзбекстандық боксшылардың ішінен қазақтарға ыңғайсыз және ауыр қарсылас кім болады? Комментарийге жазып кетіңіздер. Менің ойымша бұл жоғарыда айтып кеткен Бахадир Жалолов. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Пікір жазыңыздар. Ал біз бастаймыз. Кеттік. Асатходжа Мудинходжаев. 2023 жылдың қыркүйек айында өткен Азия ойындарының ширек финалында Өзбекстаннан шыққан әлем чемпионы Асатходжа Мудинходжаев қазақстандық Асланбек Шембергеновке нокаутпен жеңілген еді. Дәл сол уақыттан бері Асатходжа бірде-бір рет қазақ боксшыларына есе жібермеді. Асланбекке жеңілмей тұрып 23 жылғы әлем чемпионатының финалында қазақстандық Дулат Бекбауовты да жеңіп кеткен еді. Ал Шембергеновпен жекпе-жектен кейін тек бір ғана сәт болды. Өткен жылғы Эйндховен Кап турнирінде Абылайхан Жүсіпов қабағы жарылғасын ғана бірінші раундта жекпе-жек тоқтатылып, жеңісті қазақ боксшысына берген еді. Ал қалған уақыт бойы мүлде жеңілмеді. 2025 жылы Асатходжа қазақ боксшыларымен 3 мәрте кездесіп, барлығында жеңіске жетті. Ливерпульдегі World Boxing'тың әлем чемпионатының ширек финалында біздің Ертоған Зейнолдиновты төрешілердің түсініксіз шешімімен жеңді. Осыдан соң кәсіпқой рингте Айдос Тастаевты екінші раундта нокаутпен жеңген болатын. Ал жыл соңындағы IBF жасаған әлем біріншілігінің ширек финалында Санатали Тультаевты да жеңіп кетті. Сөзсіз, Мудинходжаев біздің жігіттерге үлкен мәселе тудыратын боксшылардың бірі. Әмбебап боксшы, еш қиналмай салмақ ауыстыра алады. Мысалы, Париж олимпиадасын орта салмақта, яғни 71 келіде жеңіп алды. Ал 3 дүркін әлем чемпиондығы жартылай орта, яғни 65 пен 67 келі салмақтарында бағындырды. Азия ойындарында Асатходжа 70 келі салмаққа көтеріліп, біздің Төрехан Сабырханымен жекпе-жекті барлығымыз күтіп отырмыз. Айтпақшы, бұл видео туралы, яғни бұл айқас туралы соңғы өткен шығарылымымызда айтып кеткен едік. Сондықтан төмендегі сілтеме арқылы өтіп қарап кетсеңіздер болады. Турабек Хабибуллаев. 2022 жылы Турабек жастар арасындағы әлем чемпионатының финалында біздің Дәулет Төлемісовті жеңген еді. Ал 2024 жылғы Азия чемпионатының жартылай финалында Ерасыл Жақбековтен басым түсті. Өткен жылы Хабибуллаев 2 рет Сағындық Тоғанбаймен кездесіп, екеуінде де айқын басымдықпен жеңіп кетті. Алдымен Эйндховен Кап турниріне болса, кейін Ливерпульдегі әлем біріншілігінде. Сағындық дәл осы 90 келі салмақта көш бастап тұрған боксшымыз. Бірақ өзбек боксшыларына келгенде сәл жолы болмай, настройы бұзылып кететіндей секілді. Себебі өткен жолғы Азия чемпионатына Монғолияда өткен, сол жерде қателеспесем, екінші немесе де үшінші нөмірдегі өзбектің жас боксшысына есе жіберіп қойды. Сол үшін бұл салмақта өзбек боксшыларына қарсы қиын болатындай көрінеді. Алайда дәл осы 90 келі салмаққа Париж олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбек Оралбайдың көтерілетін еске алсақ, потенциалды Хабибуллаев Оралбай жекпе-жегі қызық болғалы тұр. Айтпақшы, көріп тұрғаныңыздай Қазақстанда жаңа ойына бет деп аталатын жаңа букмекер пайда болды. Және басқалардан айырмашылығы бұл таза қазақстандық жоба. Және жаңа ойыншылар үшін 20 мың теңгеге дейін фрибет алсаңыздар болады. Сілтемесі төменде, ал біз жалғастырамыз. Хасанбой Досматов. Хасанбойдың қазақ боксшыларымен кездескені туралы тіпті бір бөлек видео жасауға болады. Себебі 10 жыл қатарынан Досматов біздің жігіттерді жеңіп келеді. 2016 жылғы Рио олимпиадасының ширек финалында Досматов Біржан Жақыповты жеңіп, кейін олимпиада чемпионы атанып, үздік боксшы атағы, яғни Баркер кубогына ие болды.
Ал 2017 жылы Теміртас Жүсіповті бүкіл әлемдік бокс сериясында жеңсе, Ташкентте өткен жарыста Жомарт Ержаннан басым түсті. 2019 жылы Баку қаласында өткен Ұлы Жібек жолы турнирінде Хасанбой екі қазақ боксшысын жеңіп кетті. Абай Қуандықов пен Олжас Байниязовтан басым түсті. 2021 жылы Дусматовқа Қазақстаннан қарсас табылғандай көрінді. Токио Олимпиадасының қола жүлдегері Сәкен Бейбосынов сол жылы Белград қаласында өткен әлем біріншілігінде Хасанбойға мүмкіндік қалдырмай ұрып алды. Кейін сол турнирде чемпион атанған еді. Алайда бұл жеңіліске қарамастан өзбек боксшысы қазақтарды жеңуін тоқтатпады. 22 жылғы кіші әлем чемпионатында Дусматов Тимур Қабдешев пен Дамир Абдықадыровты жеңді. Ал Иордания елінде өткен Азия чемпионатының финалында Сәкен Бейбосыновқа қарсы реваншқа шығып жеңіске жетті. Кейін бұл екі боксшының жолы тағы екі рет кездесті. 2023 жылғы Азия ойындарында өзбек боксшысы Сәкеннен басым түсті. Ал 2024 жылғы Париж Олимпиадасының ширек финалында қайтадан Хасанбой жеңіске жеткен еді. Бірақ бұл екі жекпе-жекте менің ойымша Сәкен мүлде ұтылмады. Керісінше басым болып жеңіске жеткенде көрінді. Алайда төрешілердің өзбек боксшыларын қалай жақсы көретінін еске алсақ, барлығы өз орнына келеді. Жабахир Уматалиев. Жалпы біздің бокс үшін жақсы басталып еді. Уматалиев жастар арасындағы Азия чемпионатының финалында Диас Молжігітовке жеңілді. Бірақ 7 ай өткен соң ересектер арасындағы Чангмайда өткен Азия біріншілігінде уже Жабахир реванш алып сенімді жеңіске жетті. 2025 жылдың басында өзбек боксшысы Тимур Носуитовке есе жіберсе, мамыр айында қайтадан Диас Молжігітовті сенімді жеңіп кетті. Ал триумф ретінде қабылданатыны Ливерпульде өткен әлем чемпионатының ширек финалында Олимпиаданың күміс жүлдегері Нұрбек Оралбайдан басым түскені. Сөйтіп 80 келі салмақта әлем чемпион атанды. Егер де Нұрбектің жаңа 90 келі салмаққа ауысқанын еске алсақ, Уматалиевке қарсы тұра алатын қазақ боксшылары бар ма деген сұрақ мені мазалайды. Жалпы бұл Сабыржан Аққалықов болуы мүмкін бе? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Акмалжон Исраилов. Өзбек боксшысы 2025 жылғы кіші әлем чемпионатында Бекзат Нұрдәулетовке нокаутпен, ал кейін Дәулет Төлемісовке әлем кубогында жеңілгесін жаңа демге ие болған секілді. Себебі сол жылдың қыркүйек айында World Boxingтің әлем чемпионатағын жеңіп алды. Ал желтоқсан айында өткен IBA-дің әлем біріншілігінде Төлемісовтан реванш алса, жаңа 2026 жылы өткен Странжа кубогында Сұлтанбек Айбарұлыдан басым түсті. Абдумалик Халоков. Өзбекстан құрамасындағы ең сүйікті боксшыларының бірі 2023 жылғы Странжа кубогында Оразбек Асылқұловқа есе жіберді. Бірақ кейін қатарынан 4 турнирде жеңіске жетіп, Азия ойындары, екі әлем чемпионаты және Олимпиаданы бағындырды. Сол әлем біріншіліктерінің бірінде біздің Бейбарыс Жексенмен кездесіп жеңіске жеткен еді. Оған қоса Асылқұловқа жеңілмей тұрып, 2022 жылғы Азия чемпионатының финалында Серік Теміржановты ұрып алғанын ұмытпауымыз керек. Егер де бұл салмаққа көшбасшы ретінде Оразбек Асылқұловты келгенін еске алсақ, то Азия ойындарында бізді қазақ өзбек қана емес, техника, интрига жағынан ең үздік жекпе-жектердің бірі күтіп отыр. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Сіздердің ойыңызша тағы қандай өзбек боксшыларын бұл тізімге қосуды ұмытып кеттік? Пікір жазыңыздар. Сонымен қатар бірталай қазақ боксшылары да өзбектерді ұрып қорқынышына айналған сәттер болды. Бұл туралы да біз тағы да бір жаңа видео жасайтын боламыз. Өткізіп алмас үшін міндетті түрде арнамызға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.